Селем алейкум, урметлі серджелер, бу UA TV студияда Украина хаберлері. Бүгін декабрьнің 20-бары жұмақ шамы күні. Бірлешкен Милләтләр Тәшкилатының Хавсызлык шурасы ислатларга угратмак керек. Буну Телекөсүзлек шурасында кечирилген ачык мунакашаларда Украина темсилчиси Сергей Кислица билдирди. Onun сөзлеріне көре Бүйүк Британия, Кытай, Русия, Кошма Штатлар ве Русиянын вето акы бу мемлекетлернин менфаатларына терс келген меселелерни ал этмеге ак бермей. Улар бу меселелерни муассара эте биле. Ислат тек вето акында сайып даими азанын дегілді, бұтын халқара топлылықның менфаатыны қорумаға ярдым етер. Украина темсилчиси дейки аза devletler БМТ низамнамесыны ве халқара оқу қайделеріні урмет ете башласа, БМТ Тәлөкесізлік шурасының іші семерәлі олар. Біріншіден, шураның даими азаларына айет вето аққының манасы шунда ки, 5 мемлекетнің менфааты бір араға келмесе де, ең азындан кесішмесе, о вақыт асыл қарарының чықарылмасы мүмкін. Дегер алларда шураның фаалиеті тоқтап қала. Бұндан да ғайры вето қарарыны қабул етмемек механизмның олмамасы, вето аққына сайып азаларының давалы меселе бойынша қарар тапмақ үшін әрекет етмелеріне стимулны йоқ ете. Донбасс üzerinde MN-17 рейсінің учағы Русия ракета тәртибатындан уруп түшірілген еді. Бұның ақында Британия парламентінің истихбарат комитетінің жылдық марузасында айтыла. Шу жүмледен Русия арбейлерінің ракета фырлатыжысыны бергені ве кері чықарғаны белі. Боингны уруп түшірген бук зенит ракета жихазының Украина территориясына Русиядан кетірілмесі ақында былтыр сентябрь сонында Филименк прокуратурасының реберлігі алтында çalışkan тақиқат группасы білдірген еді. Айны бұ нетижені Беллингкет тақиқат группасы чықарған еді. Авропа бірлігінде Русияны Донбасста әрекет еткен женкеверлерге тәсірінден файдаланмаға чағыралар. Бұны Авропа комиссиясының матбуат кетібі Майя Косенеч білдіре. Айтқаны кебі шымды Донбасста 2017 сенесі февраль айындан башлап, атеш тоқтату режимінің ән чоқ дефа бозулмасы қайдетілі. Тарафлар Минск анлашмаларына ве атеш тоқтату режиміне реайет етмелі. Авропа бірлігінде дейлерке Русияны незарет ве координация бойынша умуми меркезден ось контингентінің кері чағырылмасының ақыбетлері жидді ве менфи олажақтыр. Бүйүк Британия ве Полония Русия тәвешвиқатынен күрешмеге анлашты. Ола регионда Русия хабер әмелиятларына қаршы тұруф бойынша умуми лейханы ишлеп чықарajak ола. Бұны бүгін Британия баш назиры Тереза Мэй Варшавада кечірілген эки тарафлама саммиті чықышта бұлынып илян етежек. Оның иле бірлікте Полонияға мемлекетінің ички тышқы ишлер назерлері Мудафа ве Малие назерлері кележек. Ярын Бүйүк Британияның тышқы ишлер назері Борис Джонсон Москваға қысқа ирзе еретінен кележек ола. Қырымда тевқиф етілген фаалер Мустафа ве Бекир дегерменжеге қаршы айрым бұтын Қырым татар халқына низбетін етілген зұлымдыр. Бұны Бекир дегерменжінің қызы Мавиле білдірді. Бұл күнлері Киевде Қырымда ешғалже кемиетінің қолындан ән чоқ зарар көрген айлелерден бірі дегерменже құрантасына бірдемлік ақшамы кечірілді. Мустафа Бекир дегерменжінің оғлы 2014 сенесі февраль 26-сында күтлеви низамсызлықларда иштирак еткенінде қабатлана. Аписте аман-аман 2 ел бұлынмасындан sonra апрель айында тевқифіне кечірілді. Бекир Қырым татар милли әрекет фаалы бұ сене ноябрінің 23-інде жерарлықта қабатланылған дегер фаалер еле тұтылған еді. Қырым татар милли мәжілесінің рейсі Рифат Чубаров айтқаны кебім бұ тевқифлер ФСБ-нің планлаштырылған тарихы еді. Қырымда телефонлар тоталь суретте діңленілі. Шының үшін бұ ватандашны діңлегенлер. О исе Түркия ватандашы ола. Аман ұжыны тұтып, бұндан бұйық бір иш япылды. Оны мәжбүр еттілер. Бұны біз әнді 100% білеміз. Асан Чапух Бекир дегерменжі Казим Аметов ве Руслан Трубачны сустырмақ үшін бір спектакль қойылды. То, что произошло с нашей семьей. Айлемізнен олғаны, бұтын Қырым татар халқынен олған шейдір. Халқа қаршы етілген зұлымдыр. Ағам тевқиф етілгенде бұнда тоқтарлар. Деп белейдім. Ама Русияге бір тек ағам етішме екен. Бабамны да апсетті.
Жерарлық іші бойынша апис етілген 66 яшында Қырым татар Фаля Санчапух ақмеждетсіз осында ачлықны илян етті, она тибиет ярдымның көстерілмесіне исрар еті. Бұны Радио Свобода білдіре Қырым ұқуқ қорчалав группасының тәтілжесі Александр Седов UATV телеканалына айтқаны кебі алы ярамай олғанына бақмадан Санчапух хастаханеге еткіздірілмай. Аляда ақмеждетсіз осында тұтыла. У него был микроинфаркт. Микроинфаркт яшағанын айтқан еді. Инфаркттан соң зорнен әрекет ете. Адвокат или Корушев олған вақытта оны бастырық бойынша қомшылары шығарған еді. Чүнкі әрекет етмеге пек қиын еді. Шынды бұл алда олып, СИЗОда болуна. Хастаханеде дегіл, әлі да хастаханеге еткіздірілмаған. Санчапух бекерді Герменжеве Казим Аметов ноябрінің 20 үшінде Русия көветшелері тарафындан тұтылған еді. Олар Түркия ватандашындан зорлап пара талап еткенлерінде қабатлана. Фақат тевқиф етілгенлер дегені кебі, олар Қырым татар милли әрекет ветераны олған Виджия Кашкадан қарсызланылған параны қайтармаға тұрышқан еді. Мақсус әмелиятның кечірілмесі вақтында о ерде болынған Кашка вефат етті. Дякую дүнияға Украинаның ән гүзел көшелеріні ачқан фильмнің серлевасыдыр. Баш қараманы Япон Хироши сценарий бойынша шерлерінің бірінде жойыла. Елоны тапмаға тырышып, Хироши мемлекет бойынша ұнытылма сияхатқа чықа ве Украин мәдениеті еле танышылмаға башлай. Фильмнің илік көстерілмесіне мұхберіміз Алена Клюско барып келді. Японияның 70 яшында профессоры Хироши Оно Украинада юлыны шышыра. Дякую сөзіні біліп, Закарпатия билеті дякуы көйіне келіп чыға. Сонра есе Украинаның мирақлы көшелері бойынша сияхат еті. Мажаралар она мемлекеттің тарихы ве адатлерінен танышылмаға фырсат бере. Прекрасный. Він абсолютно... Менің жепек ажайып бір қараман олды. Әрекетлері базыда әвелден білінмейжек, көрінмейжек кебі сәдеділ көріне. 70 яшында олған баш қараманымызның тренini қачырып, барып қави иче білмесі, соңра есе Украина бойынша саяхат етмесі пек гүзел бір шей. Дякую фильмнің режиссері Дзендейки. Фильмде Украин табиятның гүзелігіні ве украинлердің ачық юрекле олғаныны көстермеге тырыштылар. Искренность, душевность и вот это добродушие. Мемлекетімізге айет самимиет, юрек сыжақлығы, мераметні көстермек. Бізде олған менфи чизгілерге құлақ асмамақ лазым. İnsanlarның залдан чықып қуванғанларыны көрмек, яда фильмні сейреткенлерінден соң көзлерінде яш көрмеге пек мемнуным. Самимиет будыр. Ви чекаєте у наступному випуску? Таке називає здивування. Живий, динамичный. Жанлы и фадали фильм. Украина гает гузель шикалда көстереле. Маршрут попадания Западной Украины. Гарби Украинадан Одессаға таба йол пек мерахлы көстерелді. Побольше бы таких, которые... Украинаны танытқан бұл хиби фильмлерінің сайысы да чоқыл сайды баре. Пек күчлі сілті молды. Яни бір түрлі жойылсан. Чаресіз бір вақаларға рәскелсен біле. Сана ярдым етмеге азыр олған инсанларны тапасын. Фильм ғайысы Украина хабер саясетін әзірлігіне айет. Фильм бюджеті 1,5 миллион гривна яда $55,000 тәшкіл етті. Фильм чыгарылуына Украина дәвлеті пара берді. Показати Україну з іншого боку. Украинаны башқа бір жетін көстермек. Европада ерлешкен бір дәвлет оларақ дәгілді. Мажыра тапмақ, гүзел ratламақ кеби, имканларны ачқан, хавсыз ве мерақлы бір ер оларақ көстермек. 2018 сенесі март айында Дякую фильмі бұйық экранларда көстерележектір. Үрметлі серджілері бұдақығаға бұл сонки хаберіміз әді дады чо хаберлеріні сізлері Укринформ сайтында оқой білесіңіз. UATV елі олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көріш кенже.